Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сендермен бірге мен Динара. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз міндетті түрде тіркеліңіздер және алдағы уақытта жаңа видеоларында тамашалаңыз. Бүгінгі күнім негізінде өте қызық басталды. Ауа райынан бастасам, желтоқсан айында қардың орнында жаңбыр жауды. Бұл да қызық. Бір жұмысым бітті, екінші бір жұмысым біткен жоқ. Оған да шүкір. Барлығы бір аяқ астынан болып жатыр. Бүгін видео түсірем деген ойыма да келген жоқ. Бұл алдын ала жоспарланбаған. Сондықтан аяқ астынан болып жатқан мен видеомды тамашалаңыздар. Егер де бүгінгі негізінде тақырып кітап жайлы. Менің 2017 жыл бойы оқыған кітаптарым жайлы. Сондықтан егер кітапты оқығанды ұнататын болсаңыз, ол туралы естіген, білгенді жөн санасаңыз, шай немесе кофені алып, тәттілерді алып, жайғасыңыз және видеоны жақсы тамашалаңыз. Сонымен кеттік. Бірінші кітап ол менің әкемнің ұсынған кітабының бірі, қазақша кітап Пайғамбарымыздың бір күні деп аталады. Бұнда шынымен аты айтып тұрғанда Пайғамбарымыздың бір күні жайлы, сонымен бірге біздің адамның күнде біліп және білмей жасаған қателіктері, соны жөндеуге сабырлы, шыдамды болуға келетін кітаптардың бірі. Дінімізге, ислам дінімізге көбірек жақын келеді. Сондықтан әрбір азамат оқуы тиіс деп есептеймін. Өте кішкентай, 84 қана бет. Сондықтан 1-2 күнде бітіруге болады. Көп ой саларлық, шынымды айтсам, көп ойымды да жеткізу қиын. Сондықтан бәріңізге оқуға кеңес беремін. Екінші кітап ол орысша, Ник Войтич автор, ал кітаптың аты «Будь сильным» деп аталады. Бұл жан туралы білетін шығарсыздар. Өмірге кішкентайынан 2 қолсыз, 2 аяқсыз келген жанның бірі. Осы күнге дейін ол қандай қиыншылық көргені, ортаның болған қалай әсер еткені туралы жазылған, және ең бастысы адамның әрқашанда мықты болуына бірінші жетістігі ол өзін-өзі жеңуге деген талпынысы. Сондықтан қазіргі таңда өзін-өзі жеңіп, үлкен жетістікке жеткен адамның бірі. Шынымен де мақтаныш, оратор, бүкіл дүние жүзіне танымал оратор. Осы 1 желтоқсан күні біздің Қазақстанда болған, Алматы қаласында. Тек қана бір емес, көптеген кітаптары бар. Сондықтан кеңес беремін. Бар болғаны бұл кітап 247 бет. Шрифтыларды қатты майда емес, сондықтан тез бітіруге болады. Негізінде әрбір кітапты бір кітаптан бір ғана түйін немесе кітапты оқып болғаннан кейін ғана түйін жасалады, ал бұл кітапта әрбір бөлімнен кейін түйін жасалған. Яғни әрбір бөлімін оқып болған кезде сізге айтылған шарттар жасауға міндетті немесе алға қарай жылжуға қойылған цитата мен фразалар көрсетілген. Сондықтан барлықтарыңызға оқуға кеңес беремін. Бұл ешқашанда артық етпейді. Үшінші кітап менде қазақша. Бұл «Тағылым тарасы» деп аталады. Авторы Құдайберді Бағашар. Негізінде бұл кітап ғибратты әңгімелердің жинағы. Яғни болған оқиғалардың үлгі аларлық, яғни тек қана жақсылықпен өмір сүруге жетелейтін кітап. Сондықтан адамзат өмірінде болған үлгі қалдырарлық оқиғалардан үзінді, яғни жинақ десем де болады. Бұл тек қана үлкен бір оқиға емес, ішінде өте көп оқиғалар айтылған. Сондықтан барлықтарыңызға оқуға кеңес беремін. Төртінші кітап менде орысша, автор Сидни Шелдон, ал кітаптың аты «Звезды светят вниз». Негізіне бұл бір қыз туралы. Ол қыздың өмірі сәл қиындыққа толы болады кішкентайынан, бірақ ол соған қарамастан арманына қарай жүреді. Ол армандағанынан да өте көп нәрсені өмірден өзіне алады. Қазір кезде кім өзінің бизнесінің болып, оның ары қарай дамуын қаламайды. Шынымен де бәріміз қалаймыз. Сондықтан бұл кісі өзінің арманына қарай барып, әртүрлі елден, бір қаладан ғана емес, әр елден өзінің бизнесін ашып, ары қарай дамытады. Ең соңында үлкен жетістікке жетіп, шынымен де арманына қол жеткізу, яғни «Звезды светят вниз» деген шынымен де тура мағынада айтылған. Сондықтан армандар міндетті түрде орындалатынына осыдан кейін сенемін. Ары қарай талпынысты одан әрі шынымен қуат бітіреді адамға. Сондықтан
Көбінесе бұл кітап қыздарға оқығанға жақсырақ келеді. Өте қызық. Классика жанр. 300 бетін айтсам, 300 емес, 412 бет екен. Өте жақсы. 5-ші кітап менде қазір қасымда жоқ, оны мен тәтем алып кеткен, қазір оқып жатыр деген ойдамын. Негізінде автор Джоджо Мойс, ал кітаптың аты «Две встречи в Париже». Джоджо Мойсты қыздар өте қатты көп оқиды, бірақ маған кітап жақсы деп қана баға бере аламын, себебі «Две встречи» ол 2 оқиға қабаттасып жазылған. Бір оқиға бітпейді, екіншісі басталады, бір бөлімнен соң екіншісі. Түсіну өте қиын, бірақ кітаптың соңы жақсы аяқталады. Джоджо Мойстың кітаптары негізінде оқып қарасам, сипаттамасы өте ұзақ, өте көп. Мені ондай кітаптар шынымды айтсам жалықтырады. Алтыншы кітап, былай немесе былай көрсетемін. Алтыншы кітап, мен бұны кеше ғана бітірдім. Автор Гийом Мюссо. Кітаптың аты «Ты будешь там?» Орысша кітап. Өзі шағын, өзімен бірге алып оқып жүргенге автобус немесе таксиде оқығанға өте қатты ыңғайлы. Бар болғаны 350 бет. Ұнағаны бұның әрбір адам қателік жібереді. Кейбір болады оқиғалар керек емес кезінде, керек емес уақытта пайда болады. Және сол кезде біз бір қателік жібереміз. Сол қателікті артқа қайтып жасауға болады ма деген сұрақ пайда болады. Әне менің ойымша бұл кітапта тура сол туралы айтылған. Ол тек қана кейбір чудо немесе бір сиқырдың көмегімен деп айтсам ғана болады. Артқа қайту негізінде ол менің ойымша мүмкін емес. Уақыт әрине артқа қайтарылмайды. Сондықтан кітаптан түйгенім әрбір жасалған қателікті біреуден кешірім сұрау немесе соны ренжітіп қойған болсаңыз, тура сол кезде, тура бір азақ уақыттан кейін бір-біріңізді кешіріп, ол жағдайды ретке келтіріңіз. Сол кезде сіздің өміріңіздің ары қарай жарқын болуына, бақытты кездердің көп болуы ол сөзсіз. Сондықтан кітап та тура соған жетелейді. Бұл кітап маған. Сонымен кітаптардың тізімі аяқталды. 2017 жылға оқыған кітаптар саным 6 болыпты. Қазір мұнда 5, тағы біреу бар негізінде. Осыған қарап бір жақсы сезімде отырмын. Бұл жаман емес нәтиже, шынымен де жаман емес. Тіпті жақсы десем де болады. Нәтижемнен қуанып отырмын. Сондықтан бұл көп уақытты да алмайды. Өзіңізді өзгерткіңіз келсе, ойыңызды өзгертіп, қателіктеріңізді жөндегіңіз келсе, міндетті түрде кітаптан бастаңыз. Бұл сізге өте жақсы көмекші. Кітап телефонның орнына, құлаққаптың орнына, автобуста, таксиде, бос уақытыңызда кітап оқыған өте пайдалы. Сондықтан пайдалы іспен шұғылданып, өміріңізді сәнді және бақытты кезеңдерге жетелеңіз. 2018 жылды жақсы қарсы алыңыз. Оған дейін бір видео шығып қалуы мүмкін әрине. Мен тырысамын. Барлық жақсы пікірлеріңізге көп-көп рахмет. Мен сіздерді қатты жақсы көремін.